Баршаңызға сәлем. Бүгін біз бүйректің физиологиясы мен анатомиясын талдаймыз. Метаболизмнің соңғы қалдықтарын сыртқа шығаратын негізгі мүше ол бүйрек болып табылады. Белоктардың соңғы ыдырау өнімдері аммоний мен несепнар, бұлшық еттің соңғы өнімі креатинин, нуклеин қышқылдары, дәрі-дәрмектер, токсиндердің соңғы өнімдері зәр қышқылы бүйрек арқылы зәрмен сыртқа шығарылады екен. Бүйректе зәр түзілудің негізгі 3 кезеңдері бар: фильтрация, реабсорбция және де секреция процестері. Одан бөлек бүйрек электролиттік тепе-теңдіктің дұрысталуына, қан қысымын, қышқыл сітрік тепе-теңдіктің орнығуына, кальций фосфат иондарының гомеостазына, витамин D-ның гомеостазына және де эритропоэтиннің синтезіне қатысады екен. Енді бүйректің анатомиясын айтайық. Бүйрек вена кава инфериор және де аортаның екі жағында ретроперитониальды, яғни іш астардың артқы кеңістігінде орналасады екен. Әрбір бүйректің ұзындығы 11-14 сантиметрді құрайды, және де бұл бүйректер бізде 12-ші торатика және де 3-ші люмбалис деңгейінде орналасқан. Бүйректің біз капсуласын ажыратамыз, қыртысты бөлігін және де мыйлы бөліктерін ажыратамыз. Бүйрек бізде артерия және де вена ренализ арқылы қанмен қамтамасыз етілген. Әрбір артерия мысалы бөлікше аралық артерияларға қарай бөлінеді, осылайша ішке қарай енеді. Осы жерлерде фильтрация процестері болады, әкелуші және де әкетуші артериялар болып бөлінеді. Зәр осы жерден түзіліп, ары қарай ол несепағар арқылы сыртқа шығарылады екен. Бүйректің негізгі жасушаларын біз нефрон деп айтамыз. Нефронды егер жақыннан қарасақ, мұндағы бүйректің кішкентай бір бөлігінде, яғни әрбір бүйректе 1 миллион нефрон орналасқан екен. Нефронның құрылысына келетін болсақ, гломерулалық аппараттан проксимальды түтікше, генелмегі, дистальды түтікше және де жинағыш түтікшелерге ары қарай жалғасып, зәр осы ретпен жылжып отырады екен. Енді гломерулалық аппарат немесе шумақша деп айтамыз. Бұл бізде әкелуші артериола, капиллярлар шумақшасын өтеді, немесе біз оны гломерула деп айтамыз. Осы жерден фильтрация процесі болып зәр мұнда ағады, қалған қан ары қарай эфферент артериола арқылы жылжиды. Енді мұнда нефронды үлкейтетін болсақ, Бомен капсуласынан тұрады екен, жаңағы біз айтқан шумақша. Яғни мына жерде біз Бомен капсуласын көріп тұрмыз. Мынау бізде Бомен капсуласы. Мынау жаңа айтылған капиллярлардың кесіндісі. Егер мұндағы кішкентай бөлікті үлкейтіп қарасақ, қанның ішіндегі элементтер фильтрация процесі жүзеге асу үшін мұндағы эндотелиальды жасушадан өтеді екен. Эндотелиальды жасушада арнайы тесіктер бар, сол тесіктер арқылы өтеді, сөйтсе базаль мембранаға жетеді. Және де осы жерде подоциттер бар. Подоциттердің аяқшалары да фильтрация процесінің жүзеге асыруына көмектеседі екен. Яғни мұндағы бір молекула болатын болса, ол мұндағы эндотелидегі арнайы тесік арқылы ары қарай подоцит аяқшалары арқылы сыртқа қарай енеді екен. Одан бөлек шумақшаның дәл ортасында мезенгиальды жасушаларды көріп тұрмыз. Бұл жасушалар арнайы жырғыштық қасиетке ие, яғни фильтрация процесінің жылдамдығына жауап бере алады екен. Егер организмде қан қысымы жоғарылап немесе төмен түсіп кететін болса, онда бүйректегі ол перфузияға бірден әсер ете қоймайды. Себебі мұндағы мезенкиальды жасушалардың жиыруына байланысты, одан бөлек әкелуші және де әкетуші артериолалардың бұлшықтық тонусына байланысты. Егер де артериальды қан қысымы қатты төмен түсіп кететін болса, ренин жүйесі іске қосылады, ол ангиотензинді белсендіреді. Бұл жүйе бізде вазоконстрикторлық әсерге ие, нәтижесінде қан қысымы жоғарылауына алып келеді. Егер де бұл ұзақ уақыт болса, онда альдостерон бөлінеді. Альдостерон натрийдің реабсорбциясын күшейтеді екен. Яғни түзілген зәр мұнда көріп тұрмыз, қанның қалған бөлігі, өте алмаған бөлігі мұнда тесік арқылы ары қарай жалғасып кете береді. Ал фильтрацияланған қан, жаңа айтып жатқан мочевина деген секілді, тіпті кейбір өнімдер де, глюкоза деген секілді өнімдер де сыртқа шығады екен, проксимальды түтікшеге. Бұл бізде біріншіліктік зәр деп аталынады. Екіншілікті зәр түзілу үшін ол бізде нефронның басқа бөліктерінде жүзеге асу қажет. Яғни біз айтқан жаңа проксимальды түтікше, генелі, дистальды және де жинағыш түтікшелер арқылы. Бұл жерде негізінен судың және де басқа да иондардың, электродтардың реабсорбция процесі жүзеге асырылып, екіншілікті зәр түзіліп, ары қарай бүйрек астаушаларына, ары қарай несепағарға қарай жол тартады. Бүйрек бізде кальцийдің гомеостазына қатысады, яғни кальцийді осы жолмен активациялайды. Егер де бұл бүйректің жұмысы төмендесе, онда гипокальцемия болады.
бүйректің созылмалы жеткіліксіздігі кезінде адамдарда сүйектің аурулары, буынның аурулары байқалып жатады екен. Онымен қоса бүйректің қыртыс қабатында фибробласт дейтін бар, ол бізде эритропоэтинді синтездейді. Ал эритропоэтин, біз білеміз, қанның қызыл жасушалар эритроциттерді синтездеуге қатысады.